Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби яссир ва ла туассир ва таммим бил хайр. Ассаламуғалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат. Міне бүгінгі біздің дәрісімізде өтетін әрпіміз ол зәл, яғни зәл сақау. Енді біз осы әріптің басқа да әріптермен қосылып оқылуын үйренетін боламыз. Ал онда бисмилля бастайық. Зәл әрпі, яғни біз екі тістің ортасына тілді тістеп, зәл, сақау қылып айтамыз. Кеттік. Фатха келсе зә, касра келсе зи, дамма келсе зу. Яғни зә, зи, зу. Ары қарай жалғастырамыз. Из, муз, хуз, عز، زب، زق، ذر، منذ. Ары қарай жалғастырамыз. Изну، бәзлу, зикру. Және де зихну, зәхәб, мәзхәб. Жалғастырамыз. Зәхәлә, язхәлу, бәзәлә, ябзәлу, әзхәбә, юзхибу. Және де біздің соңғы қатарымыз, яғни зәл әрпімен зәй әрпін салыстырмалы түрде оқимыз. Қарап отырсаңыздар, зәл сақау шығады, зәй жай ашық түрде шығады. Қараңыз. Зифру, бәзлу, және де бәзлу. Қарап отырыңыздар, әбзәл. Мына жерде әбзәл. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі дәрісіміздегі зәл әрпі, яғни зәл әрпін басынан аяғына дейін қайталаймыз. Сіздер зейін қойып, бірге менімен қайталаңыздар. Зә, зи, зу, из, муз, хуз, уз, зуб, зуқ, зәр, munzu. Жалғастырамыз. Изну, бәзлу, зикру, зихну, зәхәб, мәзхәб. Ары қарай оқимыз. Зәхәлә, язхәлу, бәзәлә, ябзәлу, әзхәбә, юзхибу. Және де соңғы қатар. Зифру, бәзлу, әбзәл. Міне құрметті көрермендер, бүгінгі дәрісімізде өткен әрпіміз ол зәл әрпі. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламуғалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.